Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату. Құрметті балалар. Алла тағаланың қалауымен біз осы әлі Бақара сүресіндегі келтірген мысалдармен бөлісуді жалғастырудамыз. Байқасаңыздар, алдыңғы мысалдарда Алла Субхана тағала әртүрлі адамның қабылдауы қиын болатын заттарды адам баласы түсінуі жеңіл болу үшін әртүрлі мысалдармен айтқан болатын. Өйткені біз ең алғаш дәрісімізде айтқанымыздай, мысалдар беру арқылы адамдарға мағынауи затты материалдық затпен түсініп, былай екен ғой деп қабылдау жеңіл болады. Өйткені адамдардың табиғаты әртүрлі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі бар. Кейбіреулер бұны Алиге тиісті сөз дейді, әйтсе дағы мағынасы былай деп келеді. Хотибун нас би қодри оқулихим. Адамдарға әркімнің ақылына сәйкес тілдесіңдер, сөйлесіңдер деп бұйырған еді. Не үшін олай айтылады? Өйткені әрқайсымыздың қабылдауы жеңіл. Бір адамға бір заттың ұшын айтсаң, ар жағындағы мәнін түсініп қою мүмкін. Ал кейбір адамдарға бір затты қорыту үшін оларға бірнеше қадам арқылы жеткіземіз. Сол мысалдар арқылы Алла Субхана тағала бізге кез келген затты, қиын болған затты мысалдар арқылы қабылдауды жеңіл қылады. Енді келесі біздің талқылайтын аят ол Бақара сүресінің 266 аяты. Алла тағала осы аятта біз бен сіздерге бір өте тамаша мысал айтады. Және сол аят қазір оқып аударып айтқаннан кейін ақырын сол мысалдың ерекшеліктері мен тұстарын және ғибраттарын айтуға тырысамыз. Алла тағала Құранда айтады: "Аюадду ахадакум ан такуна лаху джаннатун мин нахилин ва аънабин тәжри мин тахтиха ал-анхар." Сендер, адам баласы қалайды дейді. Немесе адам баласында болатын болса, бау-бақша. Мин нахил ва аънаб, және ол бақша құрмалар болса ол жерде, және жүзімдер болса. Осы жерде Алла Субхана тағала баяндаған құрма және жүзім. Және Алла тағала бұл жерде бақшаны айтты. Бұл жердегі бақша ол формальный зат. Яғни міндетті түрде бақшаның болуы міндеттелмейді. Бірақ сол заманда арабтарға бұл Құран аяты түскен себепті арабтардың ең жақын мысал үшін келтіріледі. Біздің дәл қазіргі кезден айтатын болсақ, адамныңға табыс кіргізетін қандай да жолдар болатын болса, үлкен компания болатын болса, немесе табысы үлкен, жаңағы кіргізіп тұратын кез келген мекеме болатын болса, соны меңзеліп тұру да мүмкін. Яғни бұл жердегі бақша деген сөз ол шартты зат. Алла айтып отыр: кез келген адам қалайды дейді, оның кең бау-бақшасы болуы. Және ол бау-бақшасында жемістердің ең кереметі, ең төресі болатын құрма, сөзсіз құрма ең керемет жемістердің бірі, сонымен қатар жүзім. Кейбір кісілердің айтуынша жүзімді жанаттық жеміс деп жатқан кісілер бар. Өйткені өте дәмді жеміс болып есептелінеді, жүзім сөзсіз. Айтып отыр Алла тағала: біреу өзінің бау-бақшасында жүзім және құрмалардың болуын қалайды. Екінші сипат тәжри мин тахтиха ал-анхар, және ол жерде әлгі бау-бақшада астарынан өзендер ағып жатқан болса, арықтар ағып жатқан болса, былайша елестетіп көрсеңіздер болады, өте керемет бау-бақша, ол жақта өзендер ағып жатыр, астында әрі көккөмбек газон немесе соған ұқсайтын шөп, әлгі нелер жүзім бақшалары майысып, сол жақта жүзімдер тұр, төбеде құрмалар тұр, ең дәмді, ең жақсы көретін жаңа ажуа құрмасы болсын, немесе суккари құрмасы болсын, басқа да қандай құрма бар, соларды елестетіп көрсеңіздер болады, сондай болатын болса. Және Алла айтады: лаху фихи мин кулли самаратин, әрқайсы бау-бақшадағы жүзімі болсын, немесе құрмасы болсын, өз жемістерін беріп жатыр. Ва асабаху кибар. Бұл аятта Алла тағала келтірген мысал үшін бір кісінің дүниесі көп, әдемі бау-бақшасы бар, жемісі үзгісіз кеп тұр. Және ол жай бау-бақша емес, астында өзендер ағып жатқан өте керемет салтанатты бау-бақша. Бірақ асабаху кибару, әлі кісіге жасы ұлғаяды, жасы үлкен кісі болады.
уәләһу зурриятун дуафа. Бірақ ол кісінің әлсіз, шамасы келмейтін жас сәбилер бар, бала шағасы бар. Бау бақшасы керемет болып тұр, бірақ әйтсе де ол кісінің қасында өзінің жас сәби бар, бала шағасы бар. Олар әлі әлсіз, әлі қанаттары қатаймаған кішкентай балалар. Осылай болып тұрған кезде фаасабаха иъсарун фихи нарун. Сөйтіп осылай тұрған кезде кенеттен қатты жел келеді. Сол желдің ішінде от бар. Сөйтіп көркейіп тұрған, әдемі болып тұрған бау-бақша өртеніп кетеді. Фахтарақат казалика, фахтарақат яғни түгелдей жанып кетті. Енді осы аятқа кішкене көңіл бөлетін болсақ, Алла Тағала осы аят арқылы не айтқысы келіп отыр? Біз алдыңғы баяндаған аят ол жаңағындай адам істеген амалдар арқылы рия істейтін болса, оның құрдымға кететінін айтқан болатынбыз. Оның мысалы жаңағы тасқа қонған шаң сияқты еді, топырақ сияқты еді. Жаңбыр жауған кезде әлгі топырақта еш нәрсе қалмады деп. Тура сол сияқты Алла Тағала осы жердегі рия істейтін, істеген ісін міндетсінетін және адамдардың көзіне көрсету үшін істейтін адамдарды осылайша теңестіреді. Әлгі сенің дүние тіршілігінде істеген амалың, адамдардың көзіне көрсеткен амалдарың, адамдардың көзіне жақсы болып көріну үшін істеген амалдарың осылайша көрінеді. Не сияқты? Әдемі жүзімі бар, әдемі құрмасы бар, астында өзендер ағып тұрған бау-бақша сияқты көрінеді. Бірақ ертең саған өлім сәті келген кезде, ақыретке барған кезде сені ол амалдардың бәрі біреудің көзіне көрсету үшін істелген себепті, немесе істеген істерінде міндет істеген себепті, немесе біреуге зиян беру істеген ісің арқылы біреуге зиян берген болсаң, бетіне басқан болсаң, онда оның бәрі күйіп кетеді. Енді осы жерде не себепті Алла Тағала кішкентай балаға ұқсатты? Кішкентай бала шамасы жетпеген себепті әрқашанда біреудің оған нафақа беруіне мұқтаж болады. Мысалы, енді кішкентай бала тәрбиелеп жатқан кісілер болса, мен сөзім жақсы түсінеді. Сол үйіңізде кішкентай бала болатын болса, ол балаға жаңағы жейтін тамақтарын ыңғайлап беру керек, және олардың жеу үшін ыңғайлы қылып жаңағыдай кейбір тамақтарды арнайы солар үшін жаңағы бөліп бересің, пісіріп бересің, блендер өткізіп бересің, пюре қылып бересің, қандай да бар, сөйтіп дайындап бересің. Сосын барып тамақ жей алады. Бірақ кішкентай бала өзінен тамақ жей алмайды ғой. Тура сол сияқты кішкентай бала мұқтаж болып тұрады. Ертең ақыретке барған кезде әрқайсымыз сауап іске мұқтаж боламыз, әлі кішкентай бала сияқты. Бірақ сен сол мұқтаж болып тұрған ең қатты кезінде амалдардың бәрі біреуге зиян үшін болған болса, біреуге міндетсінген болсаң, немесе рия істеген сияқты болатын болса, ол күйіп кетеді. Не сияқты? Әлгі желмен бірге келген от сияқты. Қалайша желмен келген от бау-бақшаны күл-талқан еткен болса, тура сол сияқты сенің істеген ісің қалайша көркем болса да, істеген ісің қоғамға пайдалы келген болса да, бірақ сол істеген ісінде рия болған болса, немесе мақтаншақтық болған болса, әлгі отпен келген жел қалайша бау-бақшаны қиратқан болса, тура солай сіздің амалдарыңыз бәрі қирап кетеді, күл-талқан болып көкке көтеріліп кетеді. Ал негізі сіз ақыретте ең қатты мұқтаж кезіңіз осы еді. Міне сауабын аламын, міне үміт етіп отқан амалдарыңыз бәрі осы кезде жоқ болып кетеді. Сол себепті Алла Субхана Тағала бізбен сіздерге осы аятты айтып жатыр. Ей бауыр адамдар, істеген істерінде сақ болыңдар. Оны міндетсінбеңдер, оны рия етпеңдер. Одан тек қана Құдайдан үмітін күтіңдер деп. Казалика юбаййинуллаху лакум аяти лааллахум татафаккарун. Осылайша Алла Тағала өзінің аяттарын баяндайды, ашықтайды, түсіндіреді. Лағаллакум, мүмкін сендер адамдар татафаккарун, ой жүгіртесіңдер. Сол себепті мынау Құран аяттарына ой жүгірту арқылы біз көптеген әлгі қате қадамдардан сақ боламыз. Құран аяттарын жай ғана оқып қоймай, осындай заттарға көңіл бөлуіміз керек. Кейбір кезде біздің дінімізде айтылған сияқты мұхасаба, адам өз-өзіне есеп беру керек. Абай атамыз да қара сөздің бірінде айтады ғой, адамға өзіне күніне бір рет, болмаса аптасына бір рет, немесе айына бір рет өз-өзіне есеп берсін деп. Сол кейбір кезде осы есеп беру арқылы біз істеп жатқан ісімізде рия кіріп жатыр ма, немесе біреуге міндетсініп жатқан жоқпын ба деген сияқты заттар арқылы өз-өзімізге есеп беретін болсақ, осы рия сияқты іс-әрекеттерден аман болады екенбіз.
Ал егер іс-әрекеттерімізге рия, мақтану, тағы сияқты істер кіретін болса, көріп отқаныңыздай, Алла тағаланың құзырында олар ешқайсысы сауап қалмайды. Сол себепті Алла тағала баршамызды риякерліктерін, істеген ісіміздің міндет ішімізден, тағысын тағылардан сақтануға нәсіп етсін. Алла баршамызға пайдалы ілім берсін. Осы айтылған ақпарат көпшілікке жету мақсатында осы біздің видеомызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Осы каналымыздың астына тіркеліп және пікір жазатын болсаңыздар, осындай ізгі істердің кең таралуына себепкер боласыздар. Алла баршамызға пайдалы нәсіп етсін. Ахир дауғана ин алхамдулиллахи роббил аламин.